Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағының 3-ші сабағын бастайық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мәтін. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Өте жақсы. Біздің көңіл күйіміз керемет. Осындай көңіл күймен жаңа сабағымызды бастайық. Алдымен өткенді қайталап алайық. Сөйлеудің қандай түрлері бар? Ауызша тілде сөйлеу және жазбаша тілде сөйлеу. Ал енді мәтінге келейік. Мәтін деген не? Балалар, төмендегі сөздерге назар аударайықшы. Қоңырау соғылды, балалар сыныпқа енді, мұғалім жаңа сабақ түсіндірді, балалар дәптерге жазды. Бұл жерде ешқандай үзіліссіз кілең сөздерді оқып шықтым, солай ма? Ешқандай тыныс белгісі жоқ. Ал енді тыныс белгісін қояйық. Қоңырау соғылды. Балалар сыныпқа енді. Мұғалім жаңа сабақ түсіндірді. Балалар дәптерге жазды. Демек, бұл жерде бір емес бірнеше сөйлем бар. Және сөйлемдер бір-бірімен байланысып тұр. Онда мұны мәтін деуге келе ме, балалар? Мәтін дегеніміз не еді? Еске түсірейік. Мәтін дегеніміз не? Мәтіннің белгілері қандай? Мәтіннің қандай түрлері бар? Кімнің есінде? Мәтін дегеніміз мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болып келеді. Мәтінде белгілі бір ой болады. Мәтінге ат қоюға болады. Оқулықтың 10-шы бетінде әлимен бірге еске түсірдік. Енді соны жаттап алуға болады. Балалар, мәтін екі немесе көп сөйлемдерден құралады. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болып келеді екен. Мәтіннің негізгі бөлімі болады. Азат жолдан басталып жазылады. Және тірек сөздер болады. Мәтіндегі негізгі ой болады. Және оған тақырып ат қоюға болады мәтінге. Есіңізге түсті ме? Балалар, ендеше 10-шы беттегі гүлдің шапақтарындағы мәтін деген не екенін толтыра қойыңыздар. Толықтырып шыға қойыңыздар. Бұл ауызша тапсырма. Балалар, мәтіннің қандай түрлері бар еді? Есімізге түсірейікші. Әңгімелеу мәтіні. Оның сұрақтары не істеді, қайтеді? Сипаттау мәтіні. Қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Пайымдау мәтіні. Неліктен, не себепті? Енді 11-ші беттегі 12-ші жаттығуға назар аударайық. Тыңдаймыз, мұқият тыңдайық. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус шылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осынша жәбірлеген? Шаншаров, деді де глобус қыстыға жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді. Әй, Шаншаров-ай, деп кейді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Орнынан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғанынан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді.
Ал енді балалар, бұл жаттығуда мәтін кейіпкерлерін сипаттап жазуымыз керек. Мәтіннің кейіпкерлері қайсылар? Бұл мұғалім, глобус және Шаншаров. Мұғалім дегеніміз кім? Оны сипаттап бір ауыз сөйлеммен жазуға болады. Жаза қойыңыздар. Шаншаров қандай бала? Глобус деген не? Сипаттаймыз. Ал енді 13-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Бұл жердегі мәтіндегі бөліктері орындары ауысып кеткен. Соны орнына қоюымыз керек. Қалай ойлайсыздар, балалар? Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды, тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Бұл жерде балалар айым аспанға қарады деп басталатын мәтін бұл. Айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Ары қарай әжесі мен немересі туралы. Ал енді әжесі мен немересінің диалогы бар екен. Кәнеки келесі бетте оқимыз. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін. Өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Өте жақсы, енді суреттерге қарап сұрақтарға жауап береміз. Балалар, келесі жазбаша орындайтын жаттығуымыз біздің 14-ші жаттығу. 14-ші жаттығуда тапсырмада былай айтылады. 13-ші жаттығу мәтініндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жаз. Диалог деген не? Балалар, есімізге түсірейік. Диалог бұл екі немесе одан да көп адамдардың бір-бірімен сөйлесуі. Диалогтың әрбір жолы сызықша арқылы жазылады. Демек, бұл жерде үлгіге қарап көшіріп жазсақ болады. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сабақтың соңында өзімізді бағалайық. Яғни 14-ші жаттығудан соң дәптерімізге сөздерге байланысты дөңгелек түсін бояп шыға қойыңыздар. Сау болыңыздар.